Сонымен легоны модельдеуді бастайық. Легоны модельдейтін кезде біз оны жайдан жай модельдей бере алмаймыз. Бізге кішкене жоспар керек. Жоспар бойынша, яғни біз оларды әр бөлшекке бөлуіміз қажет болады. Яғни басын бір бөлек, денесін бір бөлек, аяғын және қолдарын бөлек-бөлек модельдейміз. Бұлай болса, басынан бастайық. Басын модельдеу үшін бізге қандай примитив жақынырақ, яғни бокс, конус деген сияқты біздің ішінде бұл жерде цилиндр жақынырақ болып табылады. Мен ортаға цилиндр жасаймын. Цилиндрде қараңыздар, height segments деген 5 болып тұр. Бұны бірге қоямын. Мына жерде cap segments бізде 2 болу керек. Ары қарай move-ты қосам, мына жерде позиция бойынша x, y бойынша 0-де болу керек. Alt-тарды басамын. Front бойынша, яғни бізде көрініп тұр. G кнопкасын басам, артық, яғни viewporттағы сеткаларды алып тастаймын және цилиндрді жоғарыға көтеремін. Alt-X-ті бассақ, ол бізде мынандай прозрачный болады. Енді осы жерде біз оның биіктіктерін реттестіруіміз керек. Яғни мына жерге астында қарап қояйық. Биіктігі бойынша бізде шамамен осылай болу керек. Радиусы осынша болса жетеді деп ойлаймын. Енді sides деген бізде 12 болса жетіп қалатын сияқты. Ары қарай edit poly модификаторын қолданамыз. Мына жердегі. Енді осы жерде бірді басамыз, сол кезде мына жерде бізде vertex режиміне кіреміз, ортасындағы vertexті аламыз. Ары қарай контурлды басып тұрып, полигон таңдасақ, бізде мынау қажетті полигондар таңдалады. Енді қараңыздар. Мен мынаны shift-ті басып тұрып, экструд жасаймын, сол кезде жоғарыға көтеріледі. Шамамен дұрыс сияқты. Ары қарай, егерде настройкаларын келтіруге болса, келтіріп аламыз. Бірді басамын, тағы да полигондар жасаймын. Енді қараңыз, астында мойны үлкендеу. Қызылда көріп тұрсыздар ма? Бізде әлі кішкентай ғой. Сондықтан scale-ға кіремін да, y мен x бойынша, яғни мына жерде үлкейтемін. Ары қарай shift-пен тартамын. Төмен қарай. Мойны да жасалған сияқты. Енді Alt-X-ті басамын. Біз шамамен формасын көріп тұрмыз. 2-ні басамын, Edge режиміне өтемін. Мына тұрған қызықты 2 рет басамын қабырғаларды. Контурлы басып тұрамын, мына тұрған қабырғаларды 2 рет басамын. Сонда бізге керекті қабырғалар алынды. Ары қарай chamfer модификаторын қолданамыз. Енді үлкейтеміз. Қараңыздар, сахнада бізде қалай болып тұр. Шамамен осы жерге келтіреміз. Мынаны 2-ге қойған дұрысырақ сияқты. Және бұл жерде бізде uniform болмау керек, радиал болу керек. Жай 3-да тұра берсін. Әзір болған теспек қойын. Жерге uniformда тұра берсін. 2 болған дұрысырақ эффект береді. Мысалды көрдіңіздер ма? Енді осының үстіне chamfer деген модификатор қолданамын. Amount-ын азайтамын, кішкене ғана қосамын. Мына жерде радиал болу керек, қазір не үшін екенін түсіндірем. Енді қараңыздар. Бізде мынау дұрыс емес chamfer болып тұр. Chamfer модификатор білесіздер, ол қырларын жұмсартады. Ары қарай ең астына түссек, min angle деген бар, осыны біз көбейтеміз. Сонда бізде 31-ге апарсақ, тек мына жақтары ғана қалды, қалған арты жақтары жойылып кетті. Енді барып Turbo Smooth модификаторын қолданатын болсақ, бізде әдемі жұмсақ легоның басы пайда болды. Iтерations'ты 2-ге қоямын.
Керемет. Жарайды, осы эффектте, яғни осы нәтижеде жарап қалатын сияқты. Кішкене егерде формасы келмесе XYZ пен бүйтіп келтірсек болады. Эффект пивот онлыға клик, ортасына қойып, барлығы керемет түзу болып тұр екен. Болды, басы аяқталды. Келесі бізде ол денесін жасауға келесі сабақта көшетін боламыз. Енді тағы бір нәрсені мына жақтан тексеріп жіберейік. Кішкене көрдіңіздер ме, позиция бойынша жанында дұрыс тұрмаған жоқ екен. Оны байынан келтіреміз. Болды. Келесі сабақта көріскенше.